Саламатсыз ба балалар? Қазір әдебиеттік оқу сабағы. Әдебиеттік оқу сабағынан жерім жомарт адам затты асыраған тақырыбымен танысатын боламыз. Оқу құралымызды алып дайын отырайық. Ендеше балалар, жомарттық деген не? Жомарттық деген сөзді қалай түсінесіздер? Дұрыс, жомарт адам уәдесінде тұрады. Әділ, қайырымды болады. Яғни ақкөңіл адамдарды айтамыз. Солай ғой балалар, иә? Келесі сұрақ. Кабуснама деген не? Оны кім жазды? Балалар, әдебиеттік оқу сабағынан біздер кабуснаме туралы, оны кімнің жазғандығын туралы өттік. Осы туралы қане есімізге түсіріп, ойланып көрейікші. Кабуснаме дегеніміз не еді? Оны жазған адамның есімі қалай аталады? Ойланып, осы сұрақтарға жауап беріп отырыңыздар. Тамаша. Кабуснаме ертеде жазылған үлгі насихатқа толы кітап. Оны жазған адамның есімі Гейхаус. Ол бұл кітапты өзіне ұлына арнап жазған екен балалар. Есімізге түсті деп ойлаймын. Иә балалар? Жарайсыңдар. Осыны келесі сабақтарда сұрайтын боламын. Келесі балалар, оқулығымыздың 71-ші бетін ашып қарайық. Бұл жерде біздерге кабуснамадан үзінді берілген екен. Оқимыз балалар. Ей, перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттық негізгі 3 нәрседен тұрады. Бірі, айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау. Екіншісі, туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу. Үшіншісі, қайырымдылықты естен шығармау. Бұл бізде кабуснамадан үзінді балалар. Жомарттық 3 нәрседен тұрады. Біріншісі, айтқанның сөзіңді орындау керек. Екіншісі, әділ болу керек. Үшіншісі, қайырымдыл болу керек деген екен балалар. Есімізде осыны сақтап алайық. Жомарттықтың не екенін түсінсек балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып аламыз. 2 сәуір, тақырыпты жазамыз. Жерім жомарт адам затты асыраған деп. Келесі тапсырмаларды дәптермен де жұмыс жасайтын боламыз. Дәптермен жұмыс жомарттық деп жазамыз балалар. Мына жерде көрсетіліп тұрғандай 3-ке бөлеміз. Кабуснамеде айтылған жомарттықтың 3 түрін жазып шығамыз. Өзіміздің мәтінді жаңа түсінгеніміз бойынша сызбаға түсіреміз. Оқулығымыздағы кім жомарт, не жомарт өлеңін аша қояйық балалар. Кім жомарт? Батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт, адам затты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Павлодар облысында туған ақын, халық жазушысы, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Осы сызбаны дәптерімізге түсіріп аламыз балалар. Келесі сәйкестендіру ойыны балалар. Жер суреті. Неліктен жомарт? Адамзатты асыраған. Келесі сурет. Батыр неліктен жомарт? Батыр халық үшін жанын берген. Ұстаз не үшін жомарт? Ұстаз бар балаға тәлім берген. Келесі сурет бойынша. Күн неге жомарт? Күн жерге нұры шашыраған. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырманы осыған қарап орындаймыз. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Ақын ойын кестеге түсір және жалғастыр. Дәптерге осы кестені түсіреміз. Кім жомарт, не жомарт деп тұрған бөлікке батыр, ұстаз, жер деп жазамыз. Екінші жағын неліктен дейді. Осы өлеңдегі жолдарда неліктен оларды жомарт деген екендігін жазып, ақынның ойын түсіреміз. Ал енді төмендегі жолдарда берілген ақынның ойын өз бетімізше жалғастырып, түсіндіріп көрейік. Не жомарт, жер жомарт,
адам затты асыраған. Қалай ойлайсыңдар? Жерді не үшін жомарт деген? Балалар, біз жерді анаға теңейміз. Жер ана. Не үшін жерді анаға теңейміз? Себебі анамыз бізді қалай аялап бақса, жер ана да бізді солай бағып жатыр. Жер ананы құрметтеу, қадірлеу, ол барлық адамзаттың борышы. Біз еңбек етіп, ағаш отырғызып, гүл егіп, жер ананың гүлденуіне көмектессек, жер ананың бізге берері мол. Табиғаттың басты байлығы жер. Жерден қасиетті, жерден киелі дүние жоқ. Жер адамның жарық дүниеге көзін ашқаннан бастап тербеткен бесігі болып саналады. Не жомарт, күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Ал күнді не үшін жомарттыққа теңеген? Күн ол жарық пен жылудың көзі. Күн сәулесі болмаса, жасыл өсімдіктер болмас еді. Өсімдіктер болмаса, жануарлар, адамдар тыныс алып, өмір сүре алмайды. Себебі жасыл өсімдіктер көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығарады. Яғни бізге таза ауа береді. Адамға қажетті киім-кешек, тағамдар, дәрі-дәрмектердің барлығы осы өсімдіктерден алынады екен. Тапсырма балалар. Өлеңді жаттап аламыз. Мұзафар Әлімбай. Кім жомарт, не жомарт? Сосын өлеңді мәнерлеп айтамыз. Видео арқылы кері байланыс жібереміз. Дәптердегі орындайтын тапсырмаларды орындап болғаннан кейін суретке түсіріп жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.